Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осында екі түрлі пирог жасайтын боламын. Және осылай микс қылып жасасаңыздар болады. Дастарханда әдемі көрінеді және өте дәмді болады. Алдымен сметана пирогты жасаймын. Ол үшін осындай бөлме температурасындағы жұмсақ майға қантты қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Қант теріп жақсылап араластырып болғаннан кейін үстінен 2 жұмыртқа қосамын. Себебі 2 пирог пісіретін болғандықтан 2 есеге көбейтіп жасап жатырмын. Егер де 1 пирог жасайтын болсаңыздар, 1 жұмыртқа қосып мөлшерін азайтасыздар. Және де құрамын төменгі описанияда қалдырып кетемін. Одан кейін үстінен ұн қосамыз. Және шым-шым тұз, одан кейін қопсытқышты қосып, барлығын араластырамыз. Қасықпен араластырып аламын кішкене, одан кейін қолмен илеймін. Осы қамырмен басқа да құймалы пирог немесе пахлава пирогын жасай берсеңіздер болады. Және менің каналымда осы қамырдан жасалған пахлава пирогы бар, көрсеңіздер болады. Қамырды илеп болдық, осындай болады. Және илеп болғаннан кейін пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке тынығуға қойып қойсаңыздар болады. Қамыр холодильникте 30 минут тұрды. Мен 2 бөлікке бөліп алдым. Енді біреуін пакетке салып алып қоямын да, екіншісін формаға жаятын боламын. Пирогтарды пісіру үшін бізге осындай форма қажет. Және осы форманың ішіне қамырды алып жайғастырамыз. Менде форманың диаметрі 28 см. Егерде 28 см болмаса, 26 диаметрлі формамен жасай берсеңіздер болады. Енді салмасын дайындаймыз. Осындай қаймақ қажет. Қаймақтың үстінен міне мендегі осындай қаймақ, сметана 20% қаймақ және қант қосамыз. Одан кейін жұмыртқа қосамыз. Алдымен 2 жұмыртқаны қосып көремін. Егерде тағы қажет болса қосатын боламын. Жақсылап барлығын араластырамыз. Тағы да жұмыртқа қосатын болды. Одан кейін барлығын жақсылап араластырып дайындап аламыз. Және соңында үстінен 1 ас қасық ұн қосып, барлығын араластырамыз. Міне осылай салмамыз дайын болды. Енді жаңағы форманың ішіне салманы құямыз. Форманың ішіне салмасын құйып болған соң осылай шетінен айландырамыз. Ішіндегі салмасы тегіс болу үшін, одан кейін бетін әсемдеу үшін осындай крем дайындаймыз. Сүзбелі ірімшік қажет. Одан кейін үстінен қант қосып, екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Крем жасамасаңыз да болады, міндетті емес. Өз қалауыңызбен әсемдеуге болады, немесе мүлдем жасамасаңыз да болады. Енді осы массамыздың үстінен 33% клейді қосып, барлығын миксерлейміз. Массамыз дайын болды. Осындай тығыз болуы қажет. Енді осындай ыдысқа, насадка салынған пакетке массамызды салып, әсемдейтін боламыз. Жаңағы массамыздың ішінде ауа қалып қалмасы үшін осылай қолымызбен тегістеп аламыз. Одан кейін дайындап алғаннан кейін піскен жаңағы салқындаған пирогты алып формадан шешіп аламыз да бетін әсемдейтін боламыз. Бұл пирогтың құрамы қарапайым, жасалуы оңай, тез, көп уақытты алмайды. Дәмі де өте керемет және бір жасағаннан шығады. Осылай бетін әсемдесеңіз, өте әдемі көрінеді. Жасап көріңіздер. Келесі екінші пирог, восточный пирог деп аталады. Ол пирогқа мен осындай жаңғақ және қара мейіз қолданатын боламын. Қамырын алдын ала жайып дайындап қойдым.
Қаласаңыздар өрік немесе кешью да қосып дайындауға болады, өте дәмді болады. Жайғастырып болғаннан кейін осындай 3 желания сгущенкасын қосамын, және сгущенканың сапасы жоғары болуы керек, сонда сгущенка ағып кетпейтін болады. Егер де сгущенка сапалы болса, піскен кезде ағып кетпейді, әдемі болып піседі. Осылай бір тегіс етіп жайып алғаннан кейін қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Пирог пісіп шықты, әбден салқындағаннан кейін формадан босатып аламыз. Бұл пирогтардың жасалу тәсілі сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де пирогты микс қылып жасауға болады. Осылай ортасынан теңдей етіп бөлгеннен кейін екі түрлі қылып дастарханға әдемілеп қоюға болады. Немесе кеспей жекеде қоюға болады. Міне осындай пирогтарды жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Кесіп көрсетейін. Көргендеріңізде сметана пирог сондай нәзік, әрі жұмсақ, ауызда ериді. Астыңғы қамыры да өз формасын ұстап тұр, ешқандай үгітілген жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міне осындай әдемі микс пирогтарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.